Баршаңызға сәлем. Қырыққабаттың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Пайдалы ақпараттар каналын жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Қырыққабат әрине біздің ендіктерде кең таралған және құрметті көкөністердің бірі. Қырыққабаттың пайдасы мен зияны бұрыннан белгілі және жақсы зерттелген. Шын мәнінде қырыққабаттың көптеген түрлері бар. Олардың арасында гүлді қырыққабат, брокколи, колраби, Қытай қырыққабаты және қырыққабаттар бар. Олар ең көп таралған және кең таралған. Тіпті ежелгі гректер де қырыққабатты асқазан жарасын, бауыр, өкпе ауруларын емдеуге қолданған. Әрине, қырыққабаттың артықшылығы одан көптеген дәмді тағамдар дайындауға болатындығы ғана емес. Бұл қырыққабатта көп мөлшерде аскорбин қышқылы бар. Ол С дәрумені. С витаминінің көп бөлігі жаңа қырыққабат жапырақтарында болады. Бірақ уақыт өте келе сақтау кезінде оның мөлшері айтарлықтай төмендейді. Сонымен қатар қызықты факт, егер сіз қырыққабатты ашытатын болсаңыз, онда С және Р дәрумендерінің мөлшері азайып қана қоймай, сонымен қатар едәуір ұлғаяды. Сонымен қатар қырыққабаттың пайдасы оның құрамындағы В витаминдері, К және У дәрумендері бар. Ол жараға жақсы әсерімен белгілі. Қырыққабат құрамында калий мен күкірт, кальций мен фосфор сияқты адам үшін маңызды микроэлементтер бар. Калий жүрек бұлшықетін күшейту үшін, қалыпты жүрек қызметін ұстап тұру үшін, қан ұйыған болдырмау үшін қажет. Сонымен қатар холестеринді төмендетуге көмектеседі. Қырыққабатты қолдану көптеген ауруларды емдеуге арналған дәрі ретінде белгілі. Қырыққабат шырынының көмегімен тіпті алыс ата-бабаларымыз асқазан мен 12 елі ішектің ойық жарасын емдеді. Қырыққабатта көмірсулар аз, сондықтан қант диабетімен ауыратындарға жиі ұсынылады. Қырыққабаттың және терінің қабынған жерлерін емдеуге айтарлықтай пайдасы бар. Қырыққабат жапырақтарынан зардап шеккен аймақтар компресс қолданып, олар іріңнен арылады. Қырыққабат артық салмақпен күресуге өте қолайлы. Қырыққабаттың артықшылықтары оның құрамындағы семіздіктің дамуына жол бермейтін, адам ағзасына әсер ететін тартрон қышқылының болуына байланысты көрінеді. Қырыққабат сонымен қатар әр түрлі косметиканың жақсы көзі болып табылады. Мысалы, қырыққабаттың пайдасы оның шырынындағы шоғырланған. Ол теріні жақсартуға дайындалады және қолданылады. Оның негізінде сарапшылар әжімдердің пайда болуын болдырмауға көмектесетін бет күтіміне арналған әр түрлі маскалар ұсынады. Сондай-ақ қырыққабаттың зияны іш қуысы мен кеуде қуысы операциядан кейін, сондай-ақ гипертониялық науқастар мен бүйрек ауруларымен ауыратын науқастарда болуы мүмкін. Мәселе мынада, қырыққабатта тұз өте көп. Ол өз кезегінде суды ұсынып, ісінуі мен гипертониялық дағдарыс тудырады. Кез келген шөптен жасалған өнім сияқты қырыққабатты да жеп, оның қасиеттері мен әсерін біріге отырып қолдану керек. Сонда одан пайда болады және қырыққабаттың зияны пайда болмайды.